Бұл ақша кімдерге түсуі мүмкін? 138 мың теңгені кімдер алады? Мемлекет не үшін сыйақы беруі мүмкін? Ол барлығына тиесілі ме? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. 2023 жылдың қорытындысы бойынша өз тұрғын үйіне ақша жинап жүрген қазақстандықтарға жалпы мөлшері 81,9 миллиард теңге аударылды. 1.990.790 қазақстандық отбасы банкіндегі жинақ шоттарына мемлекеттік сыйлықақы алды. Отбасы банкінің клиенттері өткен демалыс күндері өздерінің жинақ шоттарына қаражат түсіп қуанып жүр. Бұл мемлекеттік сыйақы. Әрине, пәтер жалдап өзгенің қалтасын қомпайтқаннан гөрі өз үйіңе ақша құйған әлдеқайда тиімді емес пе? Әрі ақша құйғаның үшін мемлекеттен сыйақы алып отырсаң жақсы емес пе? Бұл ретте отбасы банкінің әрбір 4-ші салымшысы 138 мың теңге